Қазақта әділ болсаң, соқырмен табақтас бол деген сөз бар. Әділ болсаң, соқырмен табақтас бол. Ол не деген сөз? Алдыңдағы адам зағип көрмейді, ортаңда бір табақ ет тұр. Сен өз алдыңнан жейсің ба? Жоқ. Зағип адамның несібесіне қол саласың ба? Демек, адамның әділдігінің бір көрінетін жері әлсіз адаммен қарым-қатынаста. Мысалға, сен әріптесің, бірге жұмыс істесіп жатқан адамың, туысың, туғаның, досың әлсіз болса, сен мықтысың ба, әлсізсің ба, сол жерден көрінеді. Егер әлсіз адамды басынбасаң, оның көңіліне қарасаң, оның мұқтаждығын өтесең, немесе оған кешірім білдірсең, онда сен шын мықтысың. Ал енді әлсіз адамды басынсаң, оның несібесін жесең, хақысына кірсең, жанын шарсатсаң, жүрегін ауыртсаң, ол сенің мықтылығыңды білдірмейді. Ол сенің басынғандығыңды, әділетсіздігіңді білдіреді. Неге қоғамда адамдар шаршап жүреді? Неге қоғамда адамдардың жүрегі ауырып, жүйкесі тозып жүреді? Себебі неге? Әділетсіздік болғандықтан. Егер қоғамда адамдар тарапынан әділдік болатын болса, әр адам өз деңгейінде бақытты болар еді. Ол кедей болса да, әлсіз болса да, мықты болса да, өзінің тұрған жерінде, тұрған сәтінде бақытты болар еді. Бірақ адам егер әлсіз болып тұрып, оның үстіне әділетсіздік көретін болса, біз ол адамның қақсына кірген боламыз, және ол біздің мықтылығымызды емес, әлсіздігімізді білдіреді.